Шаршап кеттік қой, бір отырып дем алып алайықшы. Әй, келін. Ау, үйдің іші шаң басқапты, соны сүріп шық. Бұл қазір жасай салам ғой, Ой, бітірдім ғой әрең дегенде өзім шаршап тұрғанда. Енді асықпай өтіп сұраймын шығайыншы. Шай ішу керек еді. Әй, келін не бұтсын? Жаңағы істегенімді артынан қарасам, дұрыстап сүртпепсің. Апа, жаңа ғана бітіріп тастадым ғой мен оны. Бар қайттан дұрыстап сүртіп шық. Жарайды қазір жасай салам, Ой, аяғым қақсаған, Мына келін қайда, шай қой деп айтайын. Өмірі тағлатта жүреді әйтеуір. Ешкім жоқ сияқты. Әй, келін қайдасың? Бір. Апа, осы мен іздей беріп шаршаған жоқсыз ба? Отырып бір демалсаңызшы. Шай дей бермей. Мына зорай сусын ішіп көрсеңізші. Как раз күннің ыстығына сап-салқын болып күшті кетеді. Ішіп сергіп қаласыз. Алыңыз. Қайсыған дәмін көрейік. Зорай дейді. Дәмі деген керемет екен ғой. Мақтағанымдай бар екен. Ой, күшті болып қалдым ғой. Барып кішкене отырайын, барып. Жаңадан бері соны бермеппін да. Миымды жеп жүрмейтін еді. Жақсы болды ғой. Өзімде бір демалып